SF Studios ұсынады. Рождествоға арналған ертегі. Баяғы заманда, жеті қырдың астындағы патшалықта дүние басқаша болған кезде, қазіргідей емес. Жоқ, ондай қатты басқаша емес. Бұл күндізгі сериалдар кинотеатрларда көрсетілген кез еді. Ал Карл Бертил Йонсон сол кинотеатрлардың бірінде отырған. Робин Гуд! Жас өспірімдердің ғашық болғанынан гөрі, ұнататын үлгі тұтарлық батырлары көп болған кез еді. Көрсет оларға, Робин! Қане! Тыныштал, достым! Батырлар, әдемі ханымдар, достық пен таза ауада серуендеу. Ал Карл Бертил Йонсон өмірдің осынау шағын қуаныштарын тағдырдың ең үлкен сыйы деп есептейтін. Қамалға! Тағдыр асыл қарақшыларға да басты ережені берді. Байдан ал, кедейге бер. Мэрионды кім көрді? Өткізіп алмаңыздар. Хезекиэл Рафт Робин Гудтың рөлінде. Ол кезде қалаларда көліктер сияқты көп жылқылар болатын. Адамдар әлі де бір-бірінің көздеріне қарап жүрді. Себебі оларда ұялы телефон болмады. Ей, көзіңе қара, балақай! Ол күндерде көшеде кедейлерді кездестіруге болатын еді. Кедейлікте ұят нәрсе жоқ. Рождество жақындап қалды. Әдеттегідей мереке алдындағы сатушылар мен сатып алушылардың әбігері басталды. Бұдан қалталар ақшаға толы байлар одан әрі байыды. Қарапайым кедейлер одан бетер кедейленді. Ал айлакерлер одан бетер айлакер болып кетті. Бұл саған, Эстер, алма. Рождествоға бірнеше күн қалғанда, корольдік пошта қызметі түнде жұмыс істейтін жастарды, студенттерді жұмыс қалды. Өйткені барлық пошта қызметкерлері кешкі сағат 5-те үйлеріне қайтты. Барлық жолдауларды Рождество басталғанға дейін жеткізу керек болды. Жаңадан келген, жарайсың. Карл Бертил Йонсон алған жолдауларды түсіруге қарсы болмады. Жоғал, бұл менің орным. Ал сен анда кет. Құра! Шындығында, ол өзінің күнделікті шығындарына ақша тапқысы келді. Бірақ таңертеңгі сағат 4-те Карл Бертил Йонсон соңғы хрусталь құмыраны корольдік поштаның бетон еденіне құлатып сындырғанда, ол жұмысын аяқтап үйіне қайтты. Карл Бертил! Ол сілімтік! Ертең көріскенше! Балақай, сен қарсы тұруды үйренуің керек. Бұл ең жақсы шешім емес. Рас па? Жай ғана қолыңды созып оны күрт серме. Ой, кешір, ауырған жоқ па? Ауырған жоқ па деймін? Ауырған жоқ шығар. Отын! Қайың отынын сатып алыңыз. Мен отын сатып алуым керек. Ал сен әзірше есікті жауып мені күт. Жақсы. Жарайды. Қайырлы кеш, бұл мен. Сізде кішкентай байландар бар екенін көріп тұрмын. Үлкендері жоқ па? Кішкентай Джон, тыңда. Мына емен ағашынан шерифтің адамдарына шабуыл жасайық. Ха-ха, түк қиындығы жоқ. Құдайым-ай. Мен ол жерге ешқашан міне алмаспын. Осы уақытта Мэрион жұмбақ бейтаныс адам туралы ойлауды жалғастырды. Жақсы, Робин Гуд, менің өмірімді сақтап қалды. Мен оны көремін бе? Жақсы, Робин Гуд, менің өмірімді сақтап қалды. Мен оны көремін бе? Бірінші сорты қайың отыны. Бірдеңе болса мені мұнда жоқ деп айт.
қоңыр берет киген жас қызды көрмедің бе? Жасы қаншада? Не оқып отырсың? Мен бе? Робин Гуд жайлы. Робин Гуд? Бұл үлгі алуға тұрарлық тамаша тұлға. Алыңдатқаным үшін кешір. Көріскенше. Мына ұры қайда кеткенін түсінсем бұйырмасын. Рахмет. Менің батырым. Ей, менің комиксім. Саған көлікте отыр дедім ғой. Бірақ Олар сенен сағатты да ұрлай алады. Міне осылай. Сіз дәл қазір Карл Бертилді аяп отырған шығарсыз. Маған сеніңіз, оны аяудың қажеті жоқ. Өйткені ол өте бай отбасында дүниеге келген. Ал әкесі Тико Йонсон қалалық әмбебап дүкеннің қожайыны болған. Ал сен мықты екенсің. Мен одан да көбірек көтере алам. Ал дастархан мен бенгаль оттарын сатып алушылар оны күннен күнге байытатын. Beata, j'espère que vous avez reçu et révélé Karl Bertil Hein et qu'il s'est enfui. Oui. A-t-il une bonne petite déjeuner? Иә, мадам. Құрметті әріптестер, биылғы жылы пайда көрсеткіштері таң қалдырды, әлде асып түсті. Әлде жақсырақ айтайын ба? Иә, асып түсті. Жылдық есеп бойынша неткен көп сөз. Құрметті әріптестер, биылғы жылы пайда көрсеткіштері таң қалдырды. Рахмет, Биата. Ronde serviette, un bois de poirier pour ton Marta. Карл Бертилдайым ба? Біліп келуіңді сұрадым ғой. Мен білмеймін. Ханым французша сөйлегенде ештеңе түсінбеймін. Бірақ бұл біз Францияға бармас бұрын тілді үйрену үшін қажет. Бутерброд жаса, мен Карл Бертилді оятамын. Кім білет? Мүмкін саған күйеу жігітті сол жерден тауып алармыз. Маған күйеу жігіт керек емес. Карл Бертил? Сөйлейтін сөзің қалай? Мен параққа жазып алдым, бәрі жақсы болады. Ал шақырулар қалай? Биыл да ешкім жауап бермеді. Бізді жеткілікті бай деп санамайтын сияқты. Күте тұр, оларға жылдық есепті көрсетейік, сосын бәрі бізге қарай жүгіретін болады. Көресің, дәл мен айтқандай болады. Расымен де солай ойлайсың ба? Бұған толығымен сенімді бол, менің қызанағым. Бірақ кеш бірнеше күннен кейін болады. Күте тұр, мен қазір Карл Бертилді келемін. Карл Бертил? Карл Бертил? Розенквист. Карл Бертил, тездет, әкең күтіп отыр. Бұл не тағы? Көлік. Неткен әдемі көлік, және неткен әдемі сурет. Бұл кім екен? Жай ешкім, оның есімін де білмеймін. Тездет. Панталон Сонтрогс. Балмызда құсын. Порофрир Юнглас. Пушер офрер унглас. Балмызда құсын. Пуш афрер унглас. Кешіріңіз, теңіз өнімдерін қайдан сатып алуға болады? Мерси буку. Таңғасты ұмытып кеттің. Және нағыз Йонсындардың не жасау керек екенін ұмытпа. Ақша жасау керек пе? Жоқ, тырысу керек. Розенквист ханым және мырза. Қайырлы таң. Бүгін өте керемет қыстың күні. Jag har en liten radiola som jag varannan stund ställer in. Det är wild in the springtime, just då är min. Vad är väl farfars pianola emot vårt tidsfristående ljud? För radiola vi skålar, liv länge och rytmerna bjud. Bara ludla da 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 ludla da 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 di du da 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 ludla da.
Бәрі осында, директор мырза. Бір күні сен де осы жерде тұрасың. Бастайық. 8 келі тартылған ет. Қарғыс атсын. Құрметті дүкен қызметкерлері. Көздеріміз қуаныштан әдеттегіден де жарқырайтын күн жақындап келеді. Өйткені жыл мезгілінің дәл осы күнінде Ақордадағы сәби Иисус Христос сатудың шарықтау шегіне жетеді. Мен баршаңызды, менің дүкенімнің қызметкерлерін, күш-жігерлеріңізді аямай, тауарларды жылтыратып, тазалап, жинап, адамдарға қызмет көрсетіп жатқандарын көргім келеді. Тек осылай ғана. Біз осылай... Біз көршімізге, отбасы мен достар үшін Рождестволық сыйлық таңдауға көмектесе аламыз. Дәл осылай, 3 данышпан Христосқа өз сыйлықтарын әкелген. Рождество құтты болсын. Олар маған үнемі қошемет көрсетеді. Ал не айтасыз, Бернсон? Өте әсерлі, директор мырза. Мен де солай ойлайым. Мен Карл Бертилда келдім. Ол жылдың мерекелік ойыншығын таңдауға көмектеседі. Сонда бүгінгі поштаны кейінге қалдырамыз ба? Жоқ, әрине. Уақытты босқа кетіруге болмайды. Оқыңыз. Құрметті директор Йонсон. Қауымдастықтың... Мұнда келіп қарашы. Карл Бертил. Қарап көр. Мүмкін қандайда бір құрылғы саған қызық болып көрінуі мүмкін. Өткен жылы барлығына бұл машина ұнады. Бірақ биыл нені таңдаймыз? Бәлкім орамалы көлік? Немесе бөлмеде айдап жүретін цирк маймылы ма? Қалай ойлайсың? Айтшы. Күрделі таңдау. Сен баласың, сен сарапшысың. Біз Теко Йонсонды сіздің ұмтылысыңызға байланысты. Мысалы мынау. Өте қызық. Сен не? Ай, мынау жарамайды. Тезірек жөндіңдер. Болды, жетер. Арғарай оқыңыз. Біз сізді Теко Йонсонды сіздің ұмтылысыңызға байланысты жыл қайырым жасаушы ретінде тағайындадық. Не? Қайырымдылық жасаушы? Мен қайырымдылық жасаушы емеспін. Бұл сандырақты кім жасаған тез біліңдер. Иә, директор мырза. Мен ештеңе таңдай алмай тұрмын. Иә, сені мұнда бекер әкелген екенмін. Робиннен сені қайта пошта бөлімшесіне апаруын сұрайым. Ал мынау не? Бұл қорқынышты нәрсе. Германиядан 2,5 мың ақаулы төсек серіппесі. Біз оларды қайтарамыз. Олар қызық көрінеді. Таза оймен демалуым керек. Директор? Директор! Мен бухгалтерияға бардым. Және ол жерден қате таптым. Қайдан? Ай сайын сіз Хедвист ханымның баспанасына аздаған соманы, өте аз соманы төлеп отырғансыз. Бұл қалай болғаны? Сіздің мырзалар клубы пана бармен түсініспеушілік болды. Кішкене кеңселік қателік кеткені анық. Пана баспана. Төлемдерді дереу тоқтатыңдар. Иә, директор мырза. Мен Санта-Клаусқа ұқсайым ба? Маңдайымда қарағай бүршігі. Қара. Бұл Бергдалдың дәл өзі. Әлгі сәлемдескісі де келмейтін жігіт есіңде ме? Сізге орап берейін бе? Қайырлы таң. Мен қымбатты ағамды Рождество мерекесімен құттықтай аламын ба? Мен де сізді құттықтайым. Сізді жазда Мюнтондағы мерекемізде көремін деп үміттенемін. S'il vous plaît. Түсіндің бе? Ментон. Иә, бұл Бергдал болды. Нағыз Йонсондар не жасайтыны есіңде ме?
Тырысу керек. Жоқ, ақша жасау керек. Өте көп ақша. Карл Бертил! Аусайық. Әйтпесе картамен жүруге үлгермей жатырмын. Жоқ, маған бұл жер ұнайды. Жоғал! Жоғал! Әр аймаққа нөмір бергенде оңайырақ болар еді. Ол қалай сонда? Картаға қалалардың атын емес, сандарын жаз. Кодтары сияқты ма? Дәл солай, пошталық индекс. Орды! Лулео, 520! құрметті Тейко мен Марияны шақыртуларыңызды қуана қабылдаймыз. Бұл Йонсон ханым, күйеуімді шақырасыздар ма? Сізге Йонсон ханым хабарласып жатыр. Марианна, қымбаттым. Білесің бе, мені жұмыста мазалағанды ұнатпаймын. Мен білемін. Бірақ сен білесің бе, қымбаттым. Мен Бергдал Марсамен ханымнан жаңа ғана кеш туралы жауап алдым. Рас па? Және Розенквист ханым жаңа ғана маған қоңырау шалды. Олар да келе жатыр. Мен ештеңе түсінбеймін, олар таңертең сәлемдеспеді де. Телефон тынымсыз шырылдайды. Не болып жатыр? Сен менен бірдеңе жасырып жатырсың ба? Қайырымдылық жасаушы. Кешір, не деп айттың? Алло? Мен тұтқаны қоям, күнім. Оны кейін түсіндірем. Мен баспанаға төлемдерді тоқтаттым және ақшаны да қайтаруды талап етемін. Есіңіз дұрыс па сіздің? Әрине біз баспананы қолдауымыз керек. Осындай қиын кезеңде қоғамның ең осал институттарына қолдау көрсету өте маңызды. Марапаттар қашан болады? Менің ойымша, Рождество күні Гранд қонақ үйінде. Марианнаға жаңа көйлек керек болады. Мен шаштаразға баруым керек. Ал көлігімді жуу керек. Иә, және Хедвист ханымға кіріп шығу. Кімге? Бұл біздің баспананың директоры. Этикетке сәйкес сіз оны кешке әкелуіңіз керек. Иә. Кальмар! 20. Визбю! Шекарадан шығар! 14! 15! Тоқтаңдар! Сендер сұрыптау жүйесін өзгерттіңдер ме? Ол корольдік пошта жарлығысымен енгізілген. Мұны кім ойлап тапты? Бұл Карл Бертил. Бәріне сол кінәлі. Бірақ пошта индексімен жылдамырақ. Тыныш. Мынаған қараңдар. Еденде қарапайым шағын конверт жатты. Егер оны мен таппасам, ол жоғалып кетер еді. Колумбтың Испания королі мен патшайымның жазған хаты жоғалып кетсеше, Америка ашылмаған болар еді. Густав Васаның даларынаға жазған хаты жоғалып кетсеше, шаңғы жарысы ешқашан болмас еді. Юлий Цезарь Клеопатраны алмас еді. Наполеон Ватерлоода жеңетін еді. Сонда әлем қандай болатын еді? Үлкен Франция сияқты. Тыныш. Жоғалған хат, жоғалған өмірді де білдіруі мүмкін. Және Басқа біреудің поштасын ешқашан ашпаңыз. қайтала. Басқа біреудің поштасын ешқашан ашпаңыз. Оскар, Иә? бұл хаттың жеткізілгеніне көз жеткіз. Карл Бертил, сенің ауысымың аяқталды. Бірақ мен бәрін Әкең құртқым қоңырау келмеді. шалды. Ол сыртта күтіп тұр. Сонымен, жұмысқа кірісіңдер. Идеяларың түбімізге жететін болды. Пошталық индекс. Қандай ақмақтық. Біз Хедквист ханымның баспанасына бірге барамыз. Ал мен неге баруым керек? Жаныңда болсам, адамдар мені балаларды жақсы көреді деп ойлайды. Бұл өте жақсы. Қайырлы кеш, директор Йонсон. Мен Daily Post газетіненмін. Сізді лайықты марапатыңызбен құттықтаймын. Рахмет. Көлікке жоламаңдар, балалар, әр ойнаңдар. Керемет. Эстер, бұл қуанышты ән екенін ұмытпа. Күлімсіре.
бара берсеңдер болады. Тамаша, тамаша. Керемет. Маған әсіресе легатоның бұл әлгі бөлігі ұнады. Кешіріңіз, сіздің атыңызды дұрыс естімедім. Йонсон, Тыйка Йонсон. Мен сіздердің қайырымдылық жасаушыларыңызбын. Мен Йонсон және оның баласы әмбебап дүкенінің иелерінің бірімін. Кешіріңіз, қазір қолым бос емес. Қазір кешкі ас, ал мен мұнда жалғызбын. Иә, Сондықтан кешіріңіз. иә. Мен біздің қайырым жасаушыларымыздың көпшілігін білем, бірақ сізді бұрын ешқашан көрген емеспін. Иә, мен өзіме көп назар аудармауға тырыстым. Қолыңыздан келді десеңіз болады. Адамдар әдетте өздерінің жомарттығымен мақтанғанды ұнатады. Иә, бұл өте жағымсыз, өте жағымсыз. Егер соматым аз болмаса, келе-келесі суға барып келе аласыңдар ма? Дегенмен, қазіргі жағдай мені көпшілікке шығуға мәжбүр етеді. Себебі жыл сайын қоғамдағы ең мұқтаж жандарға көмек көрсеткен еңбек сіңірген адамға құрмет медаль беріледі. Неге мұны бірден айтпадыңыз, Йонсон мырза? Бұл менің туа біткен қарапайымдылығымның кесірі болуы керек. Мен не айтарымды да білмеймін. Сізге ештеңе айтудың қажеті жоқ. Мен өзімде бұл марапатқа таңғалдым. Сізге жай қарапайым сұрағым бар. Рождество күні қайырымдылық балға қосылғыңыз келе ме? Айтыңызшы. Кешіріңіз, мен балалармен бірге болуым керек, сондықтан бара алмаймын. Сіз менің шақыртуымды қабылдап, осы балға қатысуыңыз үшін сізге қалай Қайырым көмектесе аламын? жасаушы ретінде бұл жерді графиня Сильвершильден жалға алып жатқанымызды білетін шығарсыз. Әрине, Жыл соңына дейін. түсінікті. Мұндағы балалардың барлығына көмек керек. Түсінікті. Бізге жаңа ғимарат қажет, және тегін жаңа киімдер, аспаз, мұғалім, үнемі сынбайтын жаңа су жылытқыш керек. Сіздерге су жылытқыш тауып берем. Керемет. Иә, Отында ма? Келістік. күлімдей аласың ба? Бәрі жақсы, жақсы. Менің кеңсеме барайық, үстіңізді ретке келтіреміз. Жоқ, бәрі жақсы. Тоқта, менің комиксімді қайтар. Тоқта. Ей, сен. Тоқта. Мэрион. Саған оң қолмен түзу соққа әрқашан көмектеседі деп айтып едім ғой. Балаларды қызықтыратын нәрсенің табу шынымен де сондай қиын іс пе? Мұнда кел, Лиза. Қара. Қайтып сен бе, Карл Бертил? Күте тұр. Бұл не? Сенен алған серіппе. Мен таптым. Неміс серппесі. Ол баспалдақпен түсе алады, бірақ оның атын қалай қойсам екен? Слинки. Біз оны Слинки деп атаймыз. Қызық естіледі. Бұл не? Әңгіме бітті. Сау болыңыз. Il y en avait dans les placards. Ол не деп жатыр? Ол шкафта тарна бар дейді. Кешкі ас дайын деп айтқысы келді. Мойындауым керек. Қайырымдылық біз үшін өте тиімді. Бүгін күні бойы телефонның алдында отырдым. Бродмандарды шақыруды қабылдады. Білесің бе, бұл рас екен. Бөліскен өте жақсы. Бірақ алдымен этикетті үйренуің керек. Этикет? Этикеттің не екенін білмейтін сияқтымын. Бұл не тағы? Олулар. Рахмет. Оларды кім жейді өзі? Келесі жазда егер бізді Бергдалдар шақырып қалса, француз тағамдарын жеп көруіміз керек. Француз тағамдарын қуана жеп көргім келеді, бірақ мына қорқынышты тіршілік иелерін емес. Оларды қалай жейді? Қысқышты алып, ұлу қабыршағын мықтап ұстаңдар.
Мен кешіміз туралы ойлап едім. Балалар хорын шақырсақ жақсы болар еді деп шештім. Қалай қарайсыңдар? Бұл жайлы әңгіме қозғаудың еш маңызы жоқ. Бірақ олар қонақ бөлмеде сүйкімді көрінер еді. Ендеше фарфорды бақылауың керек болады. Білесің бе? Hopla. Il y a un policier sur le bouton de manche. Ол не деп жатыр? Оның айтуынша жеңілкекте полицейдің суреті бар, бірақ менің ойымша ол полиция келді дегісі келген. Кеваппе парде авул пордатты. Не? Қайырлы кеш. Біз балалар үйіндегі бұл қызды тоқтатып, оның қалталарын қарап көріп, одан мынаны таптық. Карл Бертил Йонсонның мүлкі. Стернвеген 18. Aha. Сен бұл туралы бірдеңе білесің бе, Карл Бертил? Білмеймін, әке. Біз тек ұрланған нәрсені қайтарғымыз келеді. Ал мына кішкентай ұры түрмеге отырады. Мен біздің қырағы полицейлерге кішкене болса да қолдау көрсете алатынымды мақтан етем. Пунш ішкілеріңіз келмей ме? Кезекшілікте ішпейміз. Рождество құтты болсын. Оған әмиянымды өзім бердім. Не дедің? Ол ұры емес. Әмиянымды өзім бердім. Е, мен оларға дәл осылай айттым. Сонда 10 жылдық туған күніңде алған аллигатор әмияныңды беріп қойдың ба? Мен бұл туралы ойламадым. Бұл менің поштадан тапқан ақшам деп айтқым келді, және олармен қалағанымды жасай алам. Сонда оны кінәлемес дегің келе ме? Иә, ол кінәлі емес. Ұста. Сізді мазалағандарымыз үшін кешіріңіздер. Тағы да отбасыңызды Рождество мерекесімен құттықтаймыз. Сізді де. Қап, сені ме? Тейко, бірдеңе айтпас бұрын жақсылап ойлан. Карл Бертил дұрыс айтады, ол өз ақшасына қалаған жасай алады. Бұны айтқан өзің емес пе? Қалағанын? Қонақ бөлмедегі каминнің алдына отыр. Мен саған тәпішке әкелемін. Және кішкене пунш. Ал сен дереу бөлмеңе бар. Карл Бертил. Бұл қыз... Мен оны танымайым. Мен ақымақ емеспін, Карл Бертил. Мені тыңда. Сен өте мейірімдісің, Карл Бертил, бірақ әкең дұрыс айтады. Мейірімді адамдарды жиі пайдаланады. Бұл сенің әкеңнің алғашқы әмияны болды. Ол көңілшек адам, және әмиян оған естелік ретінде өте қымбат. Бұл сезімдерді ақшамен өлшеу мүмкін емес. Бірақ мен оны қайтара алам. Кедейлер ауданынан ба? Бұл туралы ойлаушы да болма. Айтпақшы, ол әдемі екен. Көлік үшін. Рахмет. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мен осы дәріні сатып алғым келеді. Үште 50. Жақсы әмиян екен. Бұл әжемдікі. Әжем Робин Гудты жақсы көреді. Мен де.
Мен сабынның барлығын санап шықтым. Жоғалған затты міндетті түрде табам, түсінікті ме? Жылағанды доғар. Және мұқият болыңдар. Дұрыс бүктеңдер. Пошташы! Тыныш, үндеріңді шығармаңдар. Тынышталмасаңдар, пошта болмайды. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Рождество мерекесімен, қыздар. Рождество мерекесімен. Сонымен, біз туйден бастаймыз. Сюзанна, Инга, Килики, енді Ритва, Лиза, Ханна. Бізге қонаққа сүйкімді бір әйел келді. Ауылда бірде-бір ұл мен қыз қалмады. Қарай бергеніңді доғар. Хат алмасаң не болатынын білесің бе? Асырап алуға береді. Асырап алуға береді деген нені білдіреді? Сенің жаңа анаң болады. Бірақ мен өз анамды қалайын. Жаңа әрқашан жақсырақ. Я, ескінің бытыраңқы мұжылғанның орнына. Өткен аптада мен 2 хат алдым. Не, рас па? Сені көптен бері күттім. Шығарға не? Иә, жаман емес. Жарайд. Қалталарыңда не бар? Қалтаңды көрсет, Вера. Жылдам. Маған онда не бар екенін көрсет. Дәрі ме? Бұл жақсы. Иә, бұл Эстерге арналған. Иә, білем. Маған берің, соны оған апарам. Жоқ. Жоқ. Айтпақшы, дәріге ақшаны қайдан алдың? Вера, маған жауап бер. Эстер. Бүгін тағы да хаттар болмады. Рас па? Анаңның хаттарын оқығың келе ме? Бірақ хаттар болған жоқ қой. Жаңа хатты қайтеміз. Ескі хаттарды да оқи аламыз. Күте тұр. Міне. Сәлеметсіңдер ме, менің қымбатты қыздарым. Ұзақ уақыт жазбағаным үшін кешіріңдер. Менің шешілмеген талай шаруаларым болды. Мен сендерге келу үшін төлқұжатымды күтіп отырмын. Пойыздар әлі жүріп жатыр, және өткен айда көптеген адам кетіп қалды. Сендердің аналарың. Осында тоқта. Осында ма? Иә, сыйлық сатып алуым керек. Жоқ, анаң бізге тура үйге барсын деп айтты. Мен айтқым келмеді, бірақ бұл саған арналған сыйлық. Жарайды, бұл жолы тоқтасақ болады. Ештің етпес. Тоқтай тұр. Егер бірдеңе болса... Оң қолымен тіке соққы жайлайсың де. Жақсы. Сәлем. Сәлем. Сәлем, Эстер. Бұл менің сіңлім. Мұнда қыдырып жүрген едім. Демек, әмиян үшін келген жоқсың ба?
Жоқ, әрине жоқ. Менің атым Карл Бертил. Вера, Вера, маған бір затты қайтаруыңды өтінемін. білген едім. Мен үшін келгеніңді білдім. Жоқ, көмексіз айтам. Бір түрлі екенсің. Робин Гудты ұнатасың ба? Ол байлардан ұрлап кедейлерге береді. Қызық? Ал сен керісінше жасап жатсың. Байлардан ұрлап, кедейлерге беру. Үйінен қуылған жалғыз басты жас ана. Мен ішке кіргіз. Мас әкенің жауапсыз зары. Неге қарап тұрсың? Мен ішке кіргіз. Мұзда ұйықтап жатқан үйсіз қаңғыбас, және сені дос ретінде көрмеген жалғыз басты қыздың мұңды түрі. Рождество жақындап қалды. Бұл джем шығаратын зауыттың иесі Лагерстол. Онымен барып сөйлесуім керек. Тоқта, күте тұр. Не болды? Бізді ұятқа қалдырасың ғой. Не болды? Жіп шығып кетті ме? Шашым таралмаған ба? Термен сасып тұрмын ба? Одан да жаман төменге қара. Шұғыл түрде аяқ киім киюім керек. Тым кеш. Әне Бергдал отбасы осында. Сонымен ұсталған емен едені. Төбе, ол жаңақтан жасалған. Бірақ мен еден туралы сұрадым. Ол ұсталған емес. Міне, біздің Карл Бертил. Кешіріңіз, мен қазір келем. Те тұрыңыздар. Жаңа адамдардың қайырымдылыққа қызығушылық танытқандары жақсы. Иә, Сіз полиомиелит туралы естідіңіз бе? полиомиелит, керемет. Айттым ғой саған. Жақсы сылтауың бар деп үміттенем. Бұл тамаша. Сәлеметсіз бе, мені Хедквист ханыммын. Біздің балалар ән салады. Бұл Йонсон отбасының үйі ме? Иә, әрине. Балаларыңызбен арғы жақтан кіре аласыз ба? Бізде ас үйге шығатын бөлек кіреберіс бар, солай ыңғайлырақ болады. Иә, әрине. Жүріңдер. Керемет. Бізге артқы есіктен кірсін деді. Неткен әдепсіздік. Солай ыңғайлырақ болады. Қалайша? Бұл мен жексенбілік мектепте барып жүргеннен бері естіген ең әдемі нәрсе. Қандай керемет. Енді тағы да Глинтвейн ішейік. Иә, әлде мықтырағын ба? Вера? Бір минут. Не? Дауыстар деген керемет. Рахмет. Бірақ мен ауырып жатқан кішкентай қызды байқадым. Иә, бұл кішкентай Эстер. Мен оның ауруын мүмкіндігінше жеңілдетуге тырысам, бірақ дәрі-дәрмек арзан тұрмайды. Мен дәрігермін. Мүмкін сізге көмек көрсете алармын. Әйелім екеуміз қала сыртындағы үлкен үйде тұрамыз. Оның өкпесіне аздап таза ауа керек, түсінесіз бе? Иә, бірақ ауылға бару бұл жерде көмектеспей ме деп қорқамын. Мен мәселенің түпкілікті шешімі туралы айтып отырмын. Біздің өз балаларымыз жоқ. Бұл бізді қатты қынжылтады. Ал сіз
Менің естуімше, жақын арада толығымен жабылып қалуыңыз мүмкін. Жаңа үйге ақша керек болса, мен көмектесе алам. Жаңа отбасында көптеген балалар өздерін жақсы сезінетін білем, бірақ біз белгілі бір заңдарды сақтауымыз керек. Мұны мен толықтай келсем. Өйткені балалар тауар емес. Бұл Эстерге және басқа балаларға арналған. Дәрігер Венцель, құлақ, мұрын және тамақ аурулары. Қырғауылды аулау. Жарайды, бұған уақытымызды бөле алатынымызға сенімдімін. Оған еш күмәнім жоқ. Аңшылық ер адамның ісі. Ал біз көрмелерге барамыз. Бұл да қызық деп ойлаймын. Қасиетті қырғауыл. Қызық екен. Карл Бертил, ақыр келіпті ғой. Осы жылдың салық күнтізбесі. Бұл еліміздегі ең бай адамдардың тізімі. Үшінші бетті ашып, онда қызықты нәрсе бар ма жоқ па қарап шық. Биата, дастархандарды ұмытпа. Былтырдан бері кім 18 сатыға көтерілгенін көрдің бе? Жақсы. Жақсы, бұл керемет. Бәрін нөлден Қымбаттым. бастаған адаммын. 2 tomme. Жоқ, қымбаттым, қанша тапқаныңды тағы да тексеріп жатырсың ба? Ұялмайсың ба? Қалайсың, сүйкімдім? Халің нашар сияқты ғой. Міне, біз Бергдалдарды қуып жетіп қалдық. Бұл нені білдіреді? Францияда ұзағырақ қала аламыз деген сөз бе? Аспаннан түс. Олар бай екен. Олар бірнеше жылдан бері бір деңгейде тұр. Жоқ, биыл олар төмендеді. Робин Гуд? Мұнда не істеп жүрсің? Саған көмектесуге келдім. Байлардан ұрлап кедейлерге бересің бе? Үйдің ішінде көп нәрсе бар. Ең бастысын ұмытып кеттің. Не? Мерионды құтқару. Байлардан ұрлап кедейлерге беретін ол сенсің. Мен? Жоқ. Қолымнан келмейді. Карл Бертил, міндетіңді орындауың керек. Таң атып барады. Мен Шервудқа оралуым керек. Баспалдақ бар ма? Бірақ менің сұрақтарым бар. Егер шынымен де кедейлерге көмектескің келсе, прогрессивті салық салу тиімдірек болады. Бірақ бұл фильмдердегідей қызық емес. Дәл солай. Сен тез үйренесің. Мен тыныш. Байлардан ұрлап кедейлерге беру. Байлардан ұрлап кедейлерге беру. Байлардан ұрлап кедейлерге беру. La Crave acheté un nouveau pantalon. Не? Құдай-ау, неткен қызық қалпақ. Бұл Марта апайдікі. Ұмытып кеткен болар. Қайтар. Мондио. Карл Бертил. Айтшы, біздің рождестволық сыйлықты Марта апайға почта арқылы жібере аласың ба? Бұл ережеге қайшы. Жеткізу ақысын төлейм. Біз алаяқ емеспіз. Менің салық күнтізбем қайда жоғалып кетті? Сау бол. Почта бөлімінде көңіл көтер. Ал сендер? Мен тапқанды алдыңдар ма? Бұрышқа қойсаңдар жақсырақ болады. Түнде Карл Бертилдің басында жоспар құрылды. Ол өз шешімін қабылдады. Егер Робин мұны істей алса, Карл Бертил де мұны істей алады. Ол алушылардың аты жөні мен мекен жайына ерекше назар аударып, пакеттерді сұрыптауға кірісті. Пакетте ағаш шебері, медбике және құрылысшы сияқты сөздер болған кезде, ол поштаның алушысына жіберіп отырды.
Ал бюро директоры орман иесі немесе басқарушы директор атты алушылардың поштасын арнайы сөмкеге салып отырды. Сәлем. Не? Қайтадан Рождество ма? Иә. Сен не істеп отырсың? Бізде үзіліс. Мен қалам. Уақытында аяқтау маңызды. Сен нағыз ақмақсың. Мен сені қадағалап жүрмін. Жалғыз қалған Карл Бертил салық күнтізбесін алып, мекен жайларды тексерді. Жылдық табысы 50 000 кроннан асатындарды сөмкеге қайтарып жіберді. Ал аз тапқандармен әдеттегідей жасады. Бір пошта әкесінің атына жазылған еді. Бірақ идеалдар үшін ол өз отбасында құрбан етуге дайын болды. Еркіне жібермеймін. Басқалар сияқты боласың. Сәлем. Сәлем. Сонымен, қолөнер мен ойыншықтарды тастаңдар. Рождестволық ваннаның уақыты келді. Қандай әдемі. Бірақ оның үстінде жұлдызы жоқ. Және ол шын шырша емес. Иә, дұрыс айтасың. Барлығымыз ваннаға барайық. Арнайы сөмке толған соң, Карл Бертил оны өз үйіне жіберді. Күтпеген тексеру. Иә? Оскар. Дүкенші Далин. Директор Бергдал. Орман иесі. Бұл хаттарды кім таңдаған? Бүгін Рождество. Ал қаланың негізгі тұрғындарының хатты дер кезінде алуы маңызды. Сондықтан бұл істі өз қолыма алам деп шештім. Керемет айттың. Өте керемет айттың. Бүгін менің жұмыстағы бірінші күнім. Қолыңыздан келеді. Бірақ мен қобалжып тұрмын. Болды, ол сынды. Бірақ сіз бүгін ванна болады деп уәде бердіңіз. Біз көптен бері жуынбадық. Жоқ, жатын бөлмеге оралып, төсекке жатып жылыныңдар. Мен жылтқышты жөндеуге тырысып көремін. Директор мырза, тігі отырып қозғалмай тұра аласыз ба? Иә, әрине. Мен Рождество алдындағы соңғы сату есебін алдым. Менің ойымша сіз оны көргіңіз келеді. Маңдайыма қарағай бұршағы. Бұл рекорд. Бұл жаңа ойыншық. Сіленкей табыстан қалдырады. Бұндай идеяларды қайдан алатынымды елестете алмаймын. Хедквист ханым телефон соғып тұр, шұғыл екенін Күте айтады. тұрсын, біз тойлап жатырмыз. Алып қояйық, Бернсон. Жақсы, рахмет. Не дейді? Жөндей ала ма? Иә, бәрі жақсы болады. Жүгіріңдер, мен қазір келемін.
Бұл доктор Венцель ме? Менің немереме бұл ұнайды. Мүлдем қымбат емес. Иә, барып ойнауыңа болады. Қараңдар. Ол баспалдақпен түсіп келе жатыр. Мен Лизаға тағы біреуін сатып алатын шығармын. Бір минут. Не болып қалды? Ішке қайтып кіре аласыз ба? Сонымен не болды? Мәселе мынада. Қыз, менің атым директор Т.К. Йонсон. Мен осы әмбебап дүкеннің есімін. Сізге қалай көмектесе алам? Иә, мына сұмырай. Бұл кісі әмбебап дүкеннің есімін деген ұры. Дәл солай. Оның қай бөлігінің бірінші ме, екінші ме? Екінші. Рождество құтты болмасын. Рубен. Иә? Карл Бертил, Рождество құтты болсын. Қымбатты балам, мұнда бір қызық жағдай орын алды. Бізге пошта арқылы хаттарға толы сөмке келді. Рас па? Дұрыс. Жоқ, бұл мен жеткізуім керек хаттар. Үйде де жұмыс істей берем. Оны түсіндім, бірақ Рождество қарсаңында көп жұмыс істеудің қажеті жоқ. Біз өз міндетімізді орындауымыз керек, анашым. Жақсы орындалған жұмыс қанағаттандырады. Және қоғам сүйенетін іргетас болып табылады. Қарғыс атсын. Рождество құтты болсын. Карл Бертил, көрейік. Рождество мерекесін бақытты қарсы алғаныңды қалайым. Менің әдепті балам. Глинфейнді ескейсің бе? Қымбаттым, бізге сендердің көмектерің керек. Қандай әдемі. Рас. Мұнда не бар екенін қара. Рас па? Анамыздан хат. Сәлем, менің қымбатты балаларым. Ештеңе жазбай жүргенім үшін кешіріңдер. Сендерді қатты сағындым. Жақында кездесіп қайтадан отбасы боламыз. Қар жауып жатыр, айналада. Үй төбесі аққа оралып, біздің қала жатыр. Тәтті ұйқыда. Hela stan i din filt singla sakta och milt fall snö singla lätt fall snö och vattera vår värld ge oss skydd mot allt ont
jag tätt kring hem och här. Сосын мен қолымыздан келді ме? Келді ме деп сұрадым. Ол болса күте тұрыңыз, директор деді. Қолымыздан келді ме, Бернсон? Келді ме дедім. Ол болса күте тұрыңыз деді. Ол отырған бойда мен тағы да сұрадым. Қолымыздан келді ме? Ол болса келді ме деп сұрады. Екі есе көп шықты. Құдай-ау, е. Андерсон Персонның үйі өртеніп жатыр. Барлық шамдар жанып тұр. Мұны бақылаған. Қандай керемет. Барлық шамдар жанып тұр. Мұны бақылаған қандай керемет. Барлық шамдар жанып тұр. Андерс Персонның үйі өртеніп жатыр. Барлық шамдар жанып тұр. Андерс Персонның үйі өртеніп жатыр. Барлық шамдар жанып тұр. Där ljuset brinner hoppsan. Мұнда өте суық. Мен үнемі жаураймын. Қымбатты балалар, Рождество әлі бітпеді. Бізде мүлде ақша болмаса да, Рождествоны рождестволық сыйлықтарсыз өткізе алмаймыз. Тіпті қарағай бұршағы да тамаша сыйлық бола алады. Кіріңіз. Рождество құтты болсын. Рождество құтты болсын. Біз рождестволық сыйлықтар әкелдік. Қане? Қане, ауыз тиіңдер. Мұның бәрі сендерге. Сіздер келіпсіздер ғой. Мінекей, мен дәріні де әкелдім. Қара, апельсин. Міне, бұл саған. Рождество құтты болсын. Осыншама көп сыйлықтарды ешқашан көрген емеспін. Сізді жыл сайынғы қайырымдылық балына шақырған деп естідім. Әйелім екеуміз Эстермен мәселені мүмкіндігінше тезірек шешкіміз келеді. Мәселені сонда шешкен дұрыс. Осылай оңай болады. Ауыз тиіңдер. Рождество құтты болсын. Рождество құтты болсын. Рахмет сіздерге. Бұл саған. Не болып жатыр? Неліктен ол Эстерге дәрі келді? Ол дәрігер және ол өте жомарт адам. Неліктен оның әйелі Эстерге сыйлық берді? Білесің бе? Эстерді асырап алуға беріп жатырсыз ба? Вера, қызым, түсінші, қазір бәріне оңай емес, және бәріміз берілмей күресуді жалғастыруымыз керек. Эстер ауырып жатыр, оған қамқорлық жасайтын адам керек. Бірақ оған мен қамқорлық жасап жүрмін. Сен әлі баласың. Вера, анаңнан бірнеше ай бойы хабар алмағанымызды жақсы білесің, және бұл нені білдіретінін жақсы түсінесің деп ойлаймын. Ол жақсы отбасына барады, олар оған қамқорлық жасайды. Ол өзін жаман сезінеді. Мен де өзімді жаман сезінем. Сен оны алдап жүрсің. Мен оны таптым. Аналарыңның хаты. Оны өзі жазғанына күмәнім бар. Өйткені бұл сенің жазуың. Мен оны Эстерге сыйлау үшін жаздым. Бұл жалған хат. Қалайша ұялмайсың? Сіңліңмен кешке дейін қоштасуға уақытың бар. Бұл балаларды қорғау қызметі ме? Менің фамилиям Хедквист. Мен бірнеше ұрлық туралы хабарлағым келеді. Мен бір қыздан күдіктенем. Оның аты Вера. Кешіріңдер, бірақ қазір поштамен айналысуым керек. Байғұс бала, білесің бе, мен көлікті алып сені апара алам. Оны ұмыт, сен ішіп алғансың. Мейлі. Міне, таксиге 10 крон. Рахмет, әке. Оқасы жоқ.
Менің қымбатты балам. Кедей аудандарға қарай жүріңіз. Үйіңде бала-шағаң бар ма? Не? Мына пакетті алып, оны үйіңе отбасыңа апар. Рождество құтты болсын. Карл Бертил өзінің мейірім бенгал оттарымен қоғамның ең қараңғы түкпірлерін жарықтандыруды жалғастырды. Рождество құтты болсын. Не? Ол ең кедей көше қаңғыбастарына жақындады. Белгісіз қайырымдылық жасаушыдан Рождество мерекесімен. Ең жалғыз басты қарттармен сөйлесті. Сондай-ақ қайғылы аналарды жұбатты. Рождество құтты болсын. Ол ең кедей отбасыларды іздеді. Әлгі қарық сатқыр көрші есікті тағы қағып тұр. Рождество қарсаңында. Оған жыным келеді. Мына бейбақты бұл жерден қуып жібер. Қуып жібер дейін. Рождество құтты болсын. Оны бұл жерден қуып жібер деп айттым ғой. Белгісіз қайырымдылық жасаушыдан Рождество мерекесімен. Қап, Санта! Карл Бертил соңғы бірнеше пакеттерді сыраханадағы кедейлерге таратып берді. Рождество құтты болсын. Жан-Поль Сартр. Сөздер. Полициядан адамдар келді. Сені ұрлық жасап жүр дейді. Сені түрмеге отырғызады. Вера, келіп кетші. Арт кесік құлыпталмаған. Бірақ Вера, қаш бұл жерден. ол қайда? Қайда деймін? Ста! Тоқта, Вера! Ол ана жаққа кетті. Ана жаққа. Алға. Рождество құтты болсын. Не айтасың? Соңғы сыйлық беретін кез келді ме? Иә, бұл не болуы мүмкін екен? Жарайды. Тұр керемет кебеже, кебежеде терезе. Біздің үйде кино күнде. Төрт аяқты шабадан, мүйізі бар қадаған. Естімейді, сөйлейді ішіндегі көп адам. Мәссаған. Теледидар. 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 Сен бақыттысың ба? Иә! Йонсындардың үйі. О, Марта апай. Иә, Рождество мерекесімен. Жоқ, не? Қолмен боялған фарфор табақ? Жоқ. Гүл суретімен бе? Жоқ, ол бізге келмеді. Иә, қоңырау шал, иә. Жақсы, Рождество құтты болсын, құтты болсын. Алло? Тыко. Марта апай бізге қолмен боялған фарфор табақ жіберіпті. Ол бізге жетпегеніне Құдайға шүкір. Иә.
Тыныш, мен теледидар қарап отырмын. Ол менімен сөйлесіп, шай телефонды қоя салды. Ол пошта бөлімшесінің бас директорына хабарласатынын айтты. Байғыз. Ол да теледидар қарап отырған шығар. Қызық, бірақ ол жай ғана... Тыныштал деймін. Сонда да қаптаманың жоғалып кеткен өте оғаш көрінеді. Онда не болған білесің бе, Карл Бертил, сен пошта бөлімшесінде жұмыс істейсің ғой. 1 секунд ішінде Карл Бертил ішкі дағдарысты бастан өткерді. Рождество қарсаңында анасына өтірік айтпақшы ма? Жоқ. Шындықты айтпақшы ма? Ие. Мен оны алдым да бір кедейге бердім. Сен не істедің? Қайтала. Тәтемнің фарфор табағын бір кедейге бердім. Есіңнен адасқансың ба? Байлардың басқа да пошталарын алып, кедейлерге таратып тастадым. Құдайым-ау. Сұмдық. Мен коммунист ұры баланы өсірдім. Бірақ әке, бұл табақтың қажеті жоқ деп айттың ғой. Мен не айтсам да, бұл менің табағым еді. Тейко Йонсон өз еркімен заттарын басқаларға беретін адамдардың барлығын коммунистер деп есептейтін. Менен басқа, тағы кімнің пошталарын ұрладың? Олар салық күнтізбесінде белгіленген. Бергдал. Не істегеніңді түсінемісің өзі? Сол үшін сені түрмеге қамаулары мүмкін. Мен жазаны қабылдауға дайынмын. Мен өз әмбебап дүкені жоқ байғұстардың бәріне қуаныш сыйладым. Міне, менің істегенім сол. Ертең тізіміңді алып, менімен бірге пошта ұрлағандардың барлығына барып кешірім сұрайсың. Бар, ұйықта. Фильмнің немен аяқталатынын көруге саған тыйым салам. Енді не істейміз, қымбаттым? Тыныш. Кеттік. Карл Бертил фильмнің немен аяқталғанын газеттен оқып алған болатын. Бақытқа толы кейіпте көзін жұмып, Робин Гудтың ерліктері туралы түс көрді. Қамалға! Бір минутқа тоқтап, өзімізге бірнеше сұрақ қояйық. Баласының қаланың ең кедей адамдарына әкелген қуанышын өз көзімен көргенде, Карл Бертилдің қатыгез әкесінің жүрегі дәл осы сәтте жұмсармас пе еді? Егер ол Рождество түнінде кеудесіне жолақ жібек галстук ұстаған, көшеде жалғыз тұрған жөзекше Беда Ларсонды көрсе, оның жүрегі жұмсармас пе еді? Ол жұмыссыз қалған Харальд Люнгстремнің үйіне қарап, алмұрт ағашынан жасалған 6 жапон майлық сақинасымен ойнап жүрген баланы көрсе, ашуын басалар ме еді? Жалғыз басты жесір әйел Лизбет Бломквист сәлемдемені ашып, Аквавера ерлер одеколонының бөтелкесіне көзіне жас алып қарағанын көргенде ашуға мінер ме еді? Бұл сұрақтарға жауап жоқ. Бұрынғы Купер, Эрнест Харальдсонның ойыншық кернейінің көңілді үндері Тейко Йонсонның құлағына жетсе, сол Рождество түні оның жаңа теледидарының алдында ашуланып ұйықтап кетпеуі әбден мүмкін еді деп болжауға болады. Қайырлы кеш. Рождество қарсаңында сізді алаңдатқаным үшін кешіріңіз, бірақ бұл мәселе күте алмайды деп ойлаймын. Біз бұл қызды қайтадан ұстап алдық. Енді ол сізге жұмыс істейтінін айтып жатыр. Иә, дәл солай. Сәлем, Вера. Мұны ересектердің біреуі растай ала ма? Әрине, оны артқы есікке апарыңыз. Енді балақай, қызды құтқаратын кез келді. Біз шерифке орманға тұзақ қоямыз. Біз арқанды алып, оны ағаштың айналасына байлаймыз. Ал Тукаға көп сөйлемеш. Мен оны... Ей,
Қайырлы кеш. Бізде мұнда бір қыз бар, ол осында жұмыс істеймін дейді. Сіз өте жақсы жұмыс жасадыңыз. Жақсы, онда біз оны осында қалдырамыз. Қайтадан көріскенше сау болыңыз. Қандай сүйгімді көйлек. Біз салями сатып алуымыз керек еді. Бұл жерде не болып жатыр? Қане, шық. Рождество құтты болсын. Бәр жақсы. Мен оны шығарып салам. Жақсы. Сау болыңыз. Мені де кейде полиция ұстап алатын. Сенің қарның аш па? Мен бірдеңе әкелем. Бұл мерекелік ыдыс патша бізге қонаққа келген кезде арналған. Әкем оны қабылдауға дайын болуымыз керек деп айтады. Менің ұлым ұры. Ұста, Рахмет. Эстерді ертең алып кетеді. білемін. Олардың әңгімесін естідім. Мені кіргізгенің үшін рахмет. Оқасы жоқ. Білесің бе? Ең сорақысы суық емес. Ең жаманы білмеу болды. Нені білмеу? Ең сорақысы біреуге керек екеніңді білмеу болды. Сондықтан мені кіргізгеніңе рахмет. Осында қалсам бола ма, әлде ата-анаң ашулана ма? Олардың одан есе ашулануы екі талай. Сондықтан бәрі жақсы. Қайырлы таң. Не істеп жатырсың? Суреттерді қарап отырмын. Көргің келе ме? Иә, әрине. Мұнда Эстер шомылып жатыр. Ол шомылғанды ұнатады. Керемет. Бұл не? Анамыздың хаты. Көрсем бола ма? Не болды? Мен көбелегі бар хаттарды бұрында көрдім. Оларды қайдан көрдің? Поштада 1-2 күн бұрын. Не? Бұл анамның хаты болды. Карл Бертил тұрып қойды ма? Көп ұзамай шығуымыз керек. Оған біраз тынығуға уақыт беруіміз керек. Бүгін Рождество ғой. Тіпті радиодағы жер бетіндегі бейбітшілік пен барлық адамдарға деген ізгі ниет туралы мерекелік діни өсиет те Тікі Йонсонның жаман көңіл күйін жұмсарта алмады. Карл Бертил. Тұратын уақыт болды.
Марианна. Сенде де ағаш үйі бар бақшаң және өз қызметшің болады. Оның кім екенін білесің бе? Қызметші деп, таңға сыңды дайындайтын қызды айтады. Тіке отыр. Сонда ол саған киінуге көмектеседі. Нағыз ханым сияқты өмір сүресің. Және ақырында жөтелуді де қоясың. Ловенхельм берген хат есіңде ме? Мен оны лақтырып жібердім. Не болды? Лақтырып? Не болды? Мен мекен жайды оқи алмадым. Не болды? Айтпақшы, мен оны қайтарып жіберуім де мүмкін еді. Менің мекен жайымды қалай таптың? Ол хатты лақтырып жібердім деді. Иә, бірақ пошта кодексі жіберуге қайтару деп белгіленген поштаны бір апта бойы сақтауды талап етеді. Жүгірейік. Мұның бәрі жоғалған хаттар мен пакеттер ме? Шықпайды. Мұнда хат өте көп. Бірақ рахмет, белгісіз қайырымды жан. Адамдарға қуаныш сыйлағым келді. Есікті жап. Әлі бастаған жоқсың ба? Мен көмектесе алам деп ойладым. Рахмет. Біздің уақытымыз аз қалды. Дәл солай. Сондықтан достарымды ертіп келдім. 2 көбелегі бар хатты іздейміз. Сыйлық үшін рахмет. Бірақ әлі де өз даусыңмен жұмыс істеуің керек. О, неткен дәмді. О, дәмді. Енді біз аяқтағанымызды көрсету үшін шанышқы мен пышақты сағат 4-ке қарай бұрып қоямыз. Пышақты да шанышқыны да. Пышақты да шанышқыны да. Бұл деген этикет қымбаттым. Мен оны барлық жерден іздедім. Карл Бертилден белгі жоқ. Ол тура бір ғайып болған секілді. Егер ол пошта бөлімшесінде болса ше? Неліктен ол поштаға баруы керек. Рождество пошта бөлімшесі жабылатын жылдың жалғыз күні. Ол күнәларын ойлау үшін бір жерде жасырынып жүрген шығар. Менің полицияда кейбір байланыстарым бар. Күте тұр, асықпа. Полиция. Біз қылмыскерді іздеп жүрген жоқпыз. Бірақ Карл Бертилді қылмыскер деп атаған өзің емес пе? Дәл осылай айттың. Бәлкім айтқан шығармын, бірақ Йонсондар өз мәселелерін өздері шешеді. Сағат неше болды? Осы ма? Иә, бұл анамның хаты. Анамның хаты. Біз оны таптық. Кіріңіз. Мен ойлағаннан да ерте келіпсің. Есің жиып 2 күннен кейін қайтасың деп ойладым. Қашудың еш мәні жоқ, Вера, мұны қазірге дейін түсінуің керек еді. Не болды? Тағы да бір хатты қолдан жасадың ба? Бұл анамның хаты. Оны ашпадың ба? Ол сізге. Онда не бар? Не деп жазыпты?
істеп жатырсыз? Жоқ, Вера. Жіберіңіз. Сіз не істедіңіз? Мен әр бала үшін ең жақсысын қалаймын. Кішкентай сіңліңнің нағыз үй тапқаны дұрыс. Шығарыңыз мені, ашыңыз. Карл Бертил. Мұнда кел. Карл Бертил, сіз баруға мәжбүрміз. Расымен де онсыз барамыз ба? Бірақ біздің баруымыз керек. Қайда ғана жүр екен ол? Міне ол. Балам менің. Сен қайда болдың? Біз сені қатты уайымдадық. Карл Бертил, неге күлесің? Сен медаль аласың. Бұл күлкілі. Иә, бірақ ертең біз сөйлесеміз. Директор Йонсон, бері қараңыз. Газетке арналған фото. Директор Йонсон. О, қандай керемет. Медаліңіз құтты болсын. Рахмет сізге. Мен көп сөйлегім келмейді, бірақ кешке бізді де кішкене сыйлық күтіп тұр. Қандай керемет. Кешіңіз жақсы өтсін. Рахмет. Ханымдар мен мырзалар, қош келдіңіздер. Сізге жұмыссыз тіс дәрігер туралы айтып берейін бе? Түкіріңіз. Директор Теко Йонсон. Хедквист ханым. Бәрі жақсы болады. Маған өтуге рұқсат етіңіз. Не істеп жатырсың? Эстер, мұнда кел. Әрі тұр деймін. Біздің балаға не болды? Не істеп жатырсың, Карл Бертил? Мұнда кел. Ой, Шақырусыз келіп көңіл көтеріңізге кедергі жасағаным үшін кешіріңіздер. Менің атым Вера. Ал бұл қыз менің сіңлім Эстер. Мен тек Хедквист ханымның қылмыс жасап жатқанын
айтқым келеді. Ол не айтып жатыр? Мен кедей балаларым үшін кешірім сұрайым. Олар өмірде талай қиындық көрді, сондықтан кейде осындай ақымақтық жасайды. Мен ақымақ емеспін. Бұл менің анам жіберген хаттың қалдықтары. Онда оның тірі екені және жақында үйге оралатыны туралы жазылған. Ал сен оны өртеп жібердің. Ал сен мұны қайдан білесің? Қайдан білесің? Себебі ол осында. Анашым, сен келдің. Хат өмірді сақтап қалуы мүмкін деп бекер айтпаған. Маған 1 минут беріңізші. Осы кеш үшін рахмет айтқым келеді. Біз қазір ғана жоғары дәрежелі орындаушылардың тамаша қойылымдарын көрдік. Біз қымбат көліктерді ұтыс ойынында ойнаттық, ал директор Йонсон медаль алды. Көп жыл бойы қошемет, шынайы алғыс, махаббат сөздерін алдым. Бірақ бір мәселе бар. Менің балаларым таңғы асқа шын жүректен айтылған алғысты жей алмайды. Түскі асқа жылы қошемет жей алмайды. Олар тек ризашылық пен құрмет арқасында өмір сүре алмайды. Сіздер мені керемет жұмыс істеп жатыр деп ойлайсыздар. Бірақ оған ақша төлегілеріңіз келмейді. Жылына 1 рет қана жібергендеріңіз болмаса, бірақ оның бәрі тек осы спектакль үшін. Неліктен байлар банандар арасында билеп жүреді? Кедей балалар күніне 1 рет болсын тамақ жегендер үшін бе? Неліктен жай ғана бөлісе алмайсыздар? Сізге десерт ұнады деп үміттенем. Рахмет. Кеттік. Кешіріңіздер. Кезекке тұрмас үшін қазір кеткен дұрыс шығар. Тыңдашы, мен айтқым келгені, сенбі күні киноға барып қайтсақ қалай? Қызыл дилижанс фильмін көрсетейін деп жатыр. Рубен, иә, көлікті оталдыр. Жақсы. Кешір, бірақ мұны жасауым керек. Осылайша, Рождество күні таңертең Тыко салық күнтізбесімен ұлын алып, онымен бірге қаланың дайын кірісі 50 000 кроннан асатын бай тұрғындарына барды. Дүние мүлкінен айырылғандар бұл туралы енді білді. Бюро директорымен сөйлесе алам ба? Оның сыйлығы туралы. Қайырлы күн, директор Бергдал. Менің ұлым, сіздің Рождестволық сыйлықтарыңыздың бірін кедейге берді. Мен кешірім сұрайым. Бірақ сіз бұл сыйлықсыз да байсыз, және бақыттысыз. Сондықтан мен қаланың кедейлеріне Рождестволық қуаныш сыйлағым келді. Қарғыс атсын, бұл менің өмірімде естіген ең әдемі сөз. Әнжір жейсіздер ме? Бұл Артураға жіберген Боден бекінісінің сіріңкеден жасалған үлгісі болса керек. Кеше телефон соғып соны сұраған еді. Әдемі болды деп үміттенем. Өйткені мен солай дедім.
Олар біз қоңырау шалғанда біз әрқашан осылай айтамыз. Біз ессіз туыстарымыздың мерекелерде жіберетін барлық бос сөздерін қадағалай алмаймыз. Балам, бізді Боден бекінісінен құтқарғаның үшін рахмет. Ендеше сау болыңыз. Карл Бертилдің кешірім сұрау сапары салтанатты шеруге айналды. Қайда барса да батыр болып қарсы алды. Жүннен тоқылған кардигандар мен дизайнерлік қағаз салмағын тоқитын тоналған отбасылардың қуанышында шек болмады. Теко Йонсонның ұлының қылығы үшін ыңғайсыз келбеті ақыры мақтаныш күлкіге айналды. Бәлкім, мен мұны ұсынбағаным жөн болар. Бірақ менің ойымша, қазіргі кезде менің ұлым Карл Бертилді 4 дүркінмен қарсы алуымыз керек деп ойлаймын. Кеп. Алақай, 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 алақай. Олар үйге бара жатқанда күн батып үлгерген. Ал автокөлік шамдары Рождествоның соңғы минуттарын жарықтандырды. Сонымен, назар ортаға. Карл Бертил. Сен мейірімді және жақсы адамсың. Мен сенде осы нәрсе болғанын қалайым. Қандай керемет. Тыңдашы. Мен желерткен атты жаңа фильмін көргенді жөн көрем. Карл Бертил жасасын, алақай. Сіздің денсаулығыңыз. Бұл адамдар өздерін сондай сәнді деп ойлайды, бірақ олар ештің емес, иә. О, Беата, еске алу үшін бізді суретке түсірші. Осы сәтті еш қашанда ұмытпайық. Лафле, Депулрон, Эдфрат. Ол не деп жатыр? Ол жемпір шіркейге тым суық деп айтты. Ол біздің күлімсірегенімізді қалайды. Қандай керемет Рождество. Деді Карл Бертилдің анасы да қуалы түр жасап. Өйткені мен айтқанымдай, бұл оқиға Рождество әлі де Христостың туған күнін еске алу үшін тойланатын күндерде болды. Енді Карл Бертил Йонсонның Рождествосының тарихы аяқталды. Тағы да айтып берші. Айтатын ештеңе қалмады. Бұл оқиғаның соңы. Бірақ неліктен арғата бұл туралы ешқашан айтпады? Өйткені мен Вераның 45 жыл бойы әр Рождествода айтатын осы әңгімесінен қатты шаршадым. Одан да телефондарыңды ойнай беріңдер. Немесе осы қолданбалардың бірін жүктеп алыңдар. Балаларды телефонмен ойнауға шақыруды доғар. Кейбір қолданбалар қауіпті болуы мүмкін. Қазіргі заманда бәрі қауіпті сияқты. Бірақ бос жүру қауіптірек болуы мүмкін. Сен не тыңдамадың ба? Болды, мерекелік түскі ас дастарханда. Оқиғаларды доғарыңдар. Дұрыс айтасың. Кеттік. Кеттік. Күте тұр, кілттерді тығып қояйын. Мынаған қара. Не тапқанымды қара. Мынаған қара. Саған сыйлағанымды қалайсың ба? Карл Бертил, неткен мейірімдісің. Рахмет, әзірге тығып қой, үйге жеткенде аламыз. Солай істейік. Міне осылай. Әрі қарай кеттік. Иә. Бәрі дұрыс па? Иә.
Тыңдашы, мен бір нәрсе туралы ойлап жүрген едім. Мұның бәрі шынымен болғанына тіпті сен алар емеспін. Бірақ бұл жағдайда бұл оқиғаның жай ғана болған емес, шынымен болғанын білген неткен жақсы. Солай емес пе? Карл Бертил, мұны тағы да қайталауың керек. Рождество құтты болсын. Бәрін басынан баста. Мұның бәрі шынымен болғанына тіпті сен алар емеспін. Солай болса да, ештеңеге толық сенімді бола алмайсың. Бірақ бұл жағдайда бұл оқиғаның жай ғана болған емес, шынымен болғанын білген неткен жақсы. Сценарий авторы және режиссері Ханнес Холм. Sing la